Мен кинотеатрда өмір сүрген кезімде көптеген қорқыныш нәрселерді көрдім. Мысалы, бір түні мен көшеде бір түрлі айқай естідім. Үнсіз қозғалуға тырыстым және кім екенін көру үшін терезеге бардым. Бәрі мен тұрып жатқан жерге жиналып қалыпты. Бұл ит. Және ол зомби ит. Бір үйір қаңғыбас иттер. Кейбірінің терісі де, жүні де жоқ. Қараңғыда азу тістері жылтылдап, көздері ағып кеткен. Осы иттерден мен баспанамнан 3 күн шыға алмадым. Күні бойы олардың бірдеңенің иісін сезді, бірақ олар мені көрмеді. Су таусылды және олар тіпті кеткісі келмеді. Мен баспалдақпен шығуға қорықтым, өйткені олардың үргені адамның зәре-құтын алады. Бірақ бір күні иттер жоғалып кетті. Бұл тіршілік иелері қайда кетті деп терезенің жанында тағы біраз тұрдым. Бірақ мен ештеңе көрмедім және суға баруым керек болды. Мен оны көрші жертөледе аламын. Таңғаларлық, онда кран әлі жұмыс істеп тұрды. Мен 2 үлкен бөтелкені алдым да абайлап көшеге шықтым және қолыма қару ретінде шеге алдым. Құдайға шүкір, иттер көрінбейді. Солай подъездегі жертөлеге келдім. Кран сол жерде баспалдақтан төмен болды. Бөтелкеме су құйып жатқанда далада иттердің дыбысын естідім және тезірек су алуға тырыстым. Кенет баспалдақтың жоғарғы жағында кинотеатрдың жанында тұрған итті көрдім. Мен қорыққаннан артқа шегіндім және артымда ешқашан бармайтын қараңғы жертөле саңлауы. Бірақ менде амал қалмады. Мен ішке жүгірдім. Ит артымнан жүгірді. Оның арылдаған естідім, бірақ содан кейін тыныштық орнады. Олардың үргені алыстай бастады. Қараңғылық сонша мен қайда алға жылжып бара жатқанымды көрмедім. Бір кезде шіріген иіс және жерде жатқан жұмсақ нәрсеге сүрініп тұрып қалдым. Көзімді аздап қараңғылыққа үйрете бастадым және ақырын сіріңкемді тұтатқанда бейберекет жатқан зомби болды. Бірінің үстінде бірі жатыр және бұл өте үлкен бөлме. Мен олардың қыстайтын жерінің дәл ортасында болдым. Содан кейін олардың бірі басын көтерді.